Және Испания елінің қарсыластары Чехия Республикасын қошеметпен шақырса. Чехия! Please welcome Czech Republic team, Lipka Joseph, Jiri Jezek, and Vanek Jan. Екі елдің де спортшылары алаңға келді. Ортадағы төреші ойынның ережесімен таныстырып, ойынымызды бастайды. National match referee Khairuddin Kwar. Армысыздар құрметті спорт сүйер қауым, Спорт Плюс Қазақстан телеарнасында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өз жалғасын тауып жатыр. Дәл қазіргі таңда біз асық ату ойынын сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Енді бұл бүгін енді финалдық күн, дәл қазір 7-ші және 8-ші орында анықтайтын боламыз. Бұл жерде Испания ұлттық құрамасы мен Чехия ұлттық құрамасы екеуі бір-біріне қарсы ойнайтын болады. Енді міне дәл қазір кімнің ойынды бірінші болып бастайтында көрсеткісі келіп тұр. Оны анықтап та жатыр қазір. Тез айта кететін болсақ, енді Испания ұлттық құрамасында бүгін 3-1 ойыншы қатысады. Ол Негро Фернандес Франчиско Хавьер, Лодра Барон Дарио және Кампой Бласко Даниэль. Ал Чехиядан Липка Йозеф, Ери Ежек және Ванек Янсында. 3 спортшы қатысады және бұдан бөлек тағда біздің ойынмен қатар Грузия мен Румынияда ойнайын деп жатқанын көріп отырмыз. Олар енді бұл жерде 11-ші және 12-ші орынға таласатын болады, бірақ біз қазір енді 7 мен 8-ші орында анықтайтын боламыз. Ал құрметті көрермен, осылай болса ойынымыздың жаңағы кім бастайтын анықталып жатқан сәтте енді бұл ойынның комментаторларында таныстыра кетейік. Әріптесім Тимур Сүлейменов және мен Әлімжан Тасболатұлы дәл осы бүгінгі ойында енді 3-4-ші орында анықтағанға шейін көретін боламыз. Ал сағат 4-тен бастап негізгі финал Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы ойынды тамашалайтын боламыз. Алғашқы бірінші болып Чехия ұлттық құрамасы бастады, өз соққысын жасады, соққы өкінішке қарай қисық кетті. Жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай 7 минут уақыт беріледі екі құрамға соққы бағыттауға, және бір қызығы дәл осы диаметрдің, яғни шеңбердің ішінен шығарып тастау керек асықтарды. 15 асық орнатылған бұл жерде. Ойын өте жылдам өтіп жатқанда көріп жатсыздар. Соққы бағытталады, ешкім тигізе алмай жатса, онда бірден келесі бетке өтіп жүгіріп өз асығын алып соққыны әрі қарай бағыттау керек. Қазіргі соққылардың барлығы сәтсіз өтіп жатыр. Ал міне көріп отырсыздар, ешқайсысы тигізе алмай жатқан. Неге? Бұл құрамдар 7-ші және 8-ші орынға таласып жатыр десеңіздерде осылай жауапты алуға болатындай. Соққылар әлі де бағытталып жатыр, бірақ жалпы дәл тиіп жатқан көріп отқан жоқ. Біз екі жақта да екі құрамның жалпы бапкерлерінде отқанда көріп отырмыз. Енді айта кететін болсақ, Испанияның бапкері бұл жерде Жабайұлы Нұрбаева Жанат болатын болса, сол Жанат енді өз жігіттерін қалай ойнау керекенде үйретіп отыр. Ал Саха бұл жерде енді өздеріңіз білетіндей асыққа еш тиіп жатқан жоқ. Оны дәл осы алаңдағы, дәл осы аренадағы диктордың айтып жатқан көрдік. Және алғашқы ұпай бар. Чехиялықтар дәл тигізгенін көрдіңіздер. Міне 8-ші нөмірдегі асықты жұлып түсіргенін. Енді чехтар жақын жерден тағы бір соққы бағыттауға болады, бірақ тигізе алмады.
Және яғни Чехия мына беттен соққыны бағыттау қажет. Чехия Республикасының спортшысы алда келе жатыр бір ұпаймен. Иә, дәл солай болу керек. Бізде енді асықты тигізгенін көрген едік, бірақ әлі табло өзгермей тұр екен. Иә, тағы бір тигізді. Бұл сәтте есептеп. Иә, тағы бір соққы бағыттауға мүмкіндік береді. Егерде осы соққыдан асықты жұлып түсіріп жатса, онда әрі қарай ұтуға мүмкіндігі болатын еді, бірақ асық енді қайтып өз орнына келеді. Себебі дәл сол белгіленген нүктеден шығарып тастай алмады. Және дәл осылай ойынымыздың алғашқы 3 минутта аяқталып жатқанын көріп отырмыз. Чехияның тағы да бір мүмкіндігі сәтсіз бұл жерде. Иә, өте жылдам ойын, өте қызықты ойын. Дәл осындай біздің асығымызды, асық ату ойынын әлемдегі жалпы басқа ұлттардың да қызығушылық танытып, дәл осылай ойнап жатқаны бізге керемет көз қуантады. Чехтар бұл жерде тағы бір нәтижелі ұпайын жасады. Есеп 2-0. Және жақын тұстан тағы бір соққы бағыттауға мүмкіндігі бар енді. Чех бүгін асық атушысы нағыз мерген екенде өзін көрсетіп отыр. Ал испаниялықтың қазіргі таңда өкінішке қарай асығы алшысынан тұрып жатқан жоқ. Ал құрметті көрермен, сіздерге дәл осы сәтте мен тағы да естеріңізге бір сала кетейін. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бас серіктесі Халық банк екенін, және де 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бас демеушісі Аллагелиум Электрик екенін естеріңізге тағы да бір сала кетейік. Так, и еще один асык вылетает за пределы этого круга и скороченной дистанции. Еще одна удачная атака. Ну, 4, да, 0 по асыкам. Тут матчевая встреча учитывается, то есть в команде по 3 человека. 3 матчевые встречи соответственно. Ну, и кто выиграет первым 2 эти дуэли, тут является и победителем противостояния. Ну, все больше и больше преимущество чешской команды. Уже 5 асыков. Ну, грубо говоря, команда, которая первая 8 асыков выбит, та считается победителем. Противостояния тут нет. Не покинул асык пределы этого круга. Но, честно говоря, тяжело себе представить, да, что все-таки получится у испанской команды, что радикально изменить. Ну, ладно. Нет, опять. Асык остается в пределах. Но с укороченной дистанции сейчас будет возможность его оттуда выбить у испанского игрока. У чешского игрока, конечно. Нет, он остался. Он остался в пределах этой окружности. Так, ну и минута. Минут тайм-аут, да? Так, судя по жесту рефери, можно понять. Все, поехали дальше. Ну, честно говоря, хочется поболеть немножко за испанского игрока, чтобы не в сухую. Все у нас закончилось в этом противостоянии. Ну и все, наверное, 30 секунд. Все-таки это маленькая интрига, которая у нас так заворачивается. Получится ли у испанца размочить счет, выражаясь игровой терминологии. Ну, есть еще одна попытка, тут как в голливудских фильмах, да, последний, как Lose Yourself от Эминема.
Одна попытка, одна возможность. Ну нет, не получилось. И уже на флажке. В принципе, принципиально ничего это не решало. 1-0 выходит чешская команда вперед в этом противостоянии за 7-8 места. Да, уверенное преимущество. И таким образом сейчас во втором противостоянии чешские команды одержат победу. Соответственно, займет она у нас, получается, как за 7-8 место у нас это противостояние. Ну, ребята молодцы, чехи. Посмотрите, как подготовились тут и соревнований. Специально обозначение есть 5-й семейный игр кочевников и отсылка к своему флагу, точнее, гербу, да. Second place, Georgia and Romania. Starting the second round. Және дәл осы екі асық атушысының арасындағы екінші текетірес. Бұл жерде енді 7 минут басталғанда көріп отырсыздар. Ойын жалғасып та жатыр. Және басында жалпы асықшылар, асық атушылар дәл тигізе алмай жатқан көрдік. Испания тигізді. Испанияға енді жақын тұстан қазір соққы бағыттауға мүмкіндік береді. Міне төреші барлығын өлшеп берді. Қай жерден соққыны бағыттау керек екенін. Ал енді соққысы өте сәтсіз. Асық қайтадан өз орнына келіп орналасады. Дәл солай 9-шы нөмірдегі асықта көрдіңіздер, қалай жайына кеп қойып қойғанын. Және чех керемет осы ойындағы алғашқы ұпайына қол жеткізді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, есеп 1-0. Жалпы есеп 1-0 болғанына қарамастан, бұл жерде енді ішкі кіші ұпайлардың ішіндегі есеп 1-0. Бір асық дәл тигізді, және ол асықты дәл сол кілемнің шетіне қойып кеткенде байқадыңыздар. Ал енді испаниялықта қазір мүмкіндік өте сәтсіз бұл соққы жасалынды. Асыққа ешбір жолай қойған да жоқ. Жалпы бұл жерде айтатын болсақ, сақаны, яғни асықты 6 метр жерден лақтырады. Шеңбердің ортасында ұзындығы 115 сантиметр болатын сызық сызылып қойған. Өздеріңіз байқап отқандай, оған 15 бірдей асық орнатылған. Оған параллель 15 сантиметр қашықтықта жалпы екі жағынан қосымша сызықтар сызылады. 8 асықты бірінші болып шеңберден шығарған ойыншы жалпы кездесудің жеңімпазы болып аталады. Бізде әлі ондай ойыншы кездескен жоқ. Чех спортшысы жаңа ғана 5 асықты жұлып түсіргенін көрдіңіздер. Және командалық ойында команда 3 қатысушыдан және бір қосалқы ойыншыдан тұрады. 3 қатысушыны көрсеттік сіздерге, барлығын анықтап, барлығының сіздерге жалпы есімдерінде атап өткен болатынбыз. Бұл жерде де сәтсіз мүмкіндік. Асық қайтадан өз орнына оралады. Жалпы ойын әлді жалғасып жатыр. Жалпы 7 минуттың 3,5 минуттан асасы өте шықты. Қазіргі таңда енді ешкім кереметтей үстемділікпен алға шыққан жоқ. Бірақ десек те чех спортшысы бірі дәл тигізгенін көрдік. Және міне 2-0. Чех біз айтып отқан сәтте керемет көздеді, өзінің мергендігін танытты. Және енді жақын тұста соқ бағыттауға мүмкіндік алады. Бағытталды, 2-1 асыққа тиген еді. Бірақ ол асықтар бірден енді
өз орнына оралады. Кілемнің де аздап қисайып тұрғанда көріп отырмыз. Испанияның соққысы мүлдем сәтсіз. Бұл соққа еш жақын бағытталған да жоқ. Бұл соққы еш сәтті орындалған да жоқ. Онда көріп отырмыз. Және есеп 0-2. Чехтар енді қазір керемет есеппен алға шығуға мүмкіндігі бар. Испанияның соққысы өте жоғары кетті. Ал бұл чех азаматы. Қатар дәл осы бізбен бірге қатар тағы да бір ойын өтіп жатыр. Ол жақта Грузия мен Румыния ойнап отқанда көріп отырмыз. Олардың енді есебі де бізге дәл қазіргі таңда қызық болып жатқанда айтқымыз келіп отыр. Жалпы осы 5-ші көшпенділер ойынында енді бүгінгі таңдағы медальдер санатына келетін болсақ, Қазақстан бірінші орында тұр. Қазіргі таңда 21 алтын, 10 күміс, 17 қола, бар жоғы 48 медаль бар. Екінші орында Қырғызстан 7 алтын, 9 күміс және 7 қола мен 23 медаль жинаған. Үшінші орында Өзбекстан 7 алтын, 8 күміс, 9 қола, 24 медаль жинағанына қарамастан, бұл жерде енді өздеріңіз білетіндей күмісі көптеу болып тұр. Ал чех спортшысында тағы бір мүмкіндік бар бұл жерде. Дәл осы өзінің жұлып түсірген асығын қайтадан өзіп қанжығасына майлауға мүмкіндігі бар еді, бірақ ол мүмкіндікті қолдана алмады. Дәл осы кезеңде есеп 0-2. Жалпы есепте есеп 0-1. Чехтар алда екенін көріп отырмыз. Двигаемся дальше, все ближе и ближе уже к еще одной победе представителя чешской команды. Ну, тут не такое большое преимущество, как в первой дуэли, но тем не менее, учитывая, что до сих пор не могут размочить счет испанцы. Тяжело себе представить, что радикально все изменится. Так, и еще один асык вылетает. В самом момент удара мы не видели, но то, что одного не хватает. Так что уже 3 выбитых асыка в копилке чешской команды. И, видимо, что немного забегался, да, уже представитель чешской сборной. И нет. Если выбитого асыка была у него возможность с укороченной дистанции тоже так произвести, не получилось. Он попал-то асык, но надо было выбить его за пределы круга. И все, на этом игра завершилась. Так, и нам объявляют, что чешская команда с счетом 2-0 одержала победу. Да, чешская, конечно. Ну, посмотрим пока что. То, как добивался успеха чешский игрок.
Okay, this is the second round. Spain team is Londra Maradona. And Czech Republic team Gigi Jerry. We'll start it. Outpoint 0-0. Так, ну что, поехали. То есть сейчас другая пара соперников. Тут то же самое, до двух выигранных противостояний. Это, ну, если так можно выразиться, схватка, дуэль будет идти. Если по итогам и этой дуэли двухраундовой, это как в теннисе, да, условно говоря, 2 сета надо выиграть, чтобы итоговую победу себе обеспечить. Если здесь Чехия победит, то и дальше все. На этом битва за 7-е места будет завершена. Ну, согласно протоколу соревнований под вторым номером чешской команды Езек Иржи, игрок у испанцев сейчас Дарио Лодра Барон. Соревноваться, но пусть не смущают такие двойные фамилии. Это такая испанская традиция, то есть сначала фамилия отцовская, а потом матери. И поэтому, если говорить полностью, у всех испанцев, по сути, такие двойные фамилии идут. Ну, пока не получается, да? Размочить что-то ни у того, ни у другого. Может, кому-то интересно, 6 метров. Эта черта находится, удалена она от осыков. И нет, тоже не получилось. А попасть, ну, как будто да, сами в этом темпе. Немножко. Ребята увлеклись. Ну, интересно, что, да, даже немножко разную тактику поддерживаются ребята. То есть, видим, как чешский по более высокой траектории пытается любить более плавно, более низкую траекторию выбирает его испанский оппонент. Так, и есть, счет открыт, 1-0. И знаете, судя по тому, как складывается это противостояние, вполне может быть так, что это окажется и решающим. То есть как в футбольном матче, да, когда очень закрытый поединок, когда мало моментов, и, соответственно, один гол-то все решает. Но нет, в хорошей дистанции не получилось после этого развить свое преимущество игрока чешской сборной. Ну и не с той стороны, да. Ну, вот интересно, да? У нас уже 5-й всемирные игры кочевников. Собственно говоря, продолжение это получится. То, видимо, что есть и тренеры, есть и команды. То есть, если когда-нибудь окажемся где-нибудь в Бильбао, да, испанском, или Сан-Себастьяне,
какие еще города есть там. Вполне возможно, что увидим, как там люди играют тоже высоки. Так, за пределы круга все-таки Асык вылетел. Это значит, что сейчас будет возможность еще развить свое преимущество у игрока чешской команды. Но нет, не получилось. Только 2. Плюс 2 для чешской сборной. Но согласитесь, это тоже уже большой перевес. Дәл солай бұл жерде енді чехиялықтар алға шықты. Дәл осы тегетірестегі дәл осы жоқтағы есеп 0-2. Жалпы чех асық атушылары, чех мергендері деп айтайықшы, дәл көздеп жатыр. Ал испаниялықтар бұл жерде енді өкінішке қарай болып тұр. Тағы да кезекті бір бағытталған соққы. Осы кездесудің аяқталуына 35 секунд қалды. Бұл 35 секундта испаниялық 2 рет бірдей көздеп үлгереді мекен, әлде чех тағы да бір рет асықты дәл көздеп. Жалпы бұл кездесудің, яғни дәл осы алғашқы 7 минуттың тағдырын шешіп тастайды мекен. 20 секунд уақыт қалды. Қараңыздар, бұл жалпы азаматтың, бұл асық атушының дәлдеуі де өте ерекше. Әдетте біз көзімізбен дәлдеп тұратын болсақ, бұл тұста көзімен, бірақ қолын өте алыс ұстайды. Дәл осылай басқаша бір мәнерде соққы бағыттап жүргенде көрдік. Және уақыт аяқталған екен. Бұл жерде енді чехтар тағы да жеңіске жетті. Тағы да айта кетейік, 3 ойыншы қатысатын болады. 3 жұп болып, егерде алғашында 2 жұп бірден. Яғни кездескен кезде алғашқы 2 жұптан екеуінде де чех немесе Испания азаматы қазіргі таңда біз білеміз, чех азаматы жеңіске жетсе, олай болса жалпы есеп 0-2 болаттығын, онда бұл екі құрам арасындағы жеңімпазды біз анықтап шығатынымызды білеміз. Ал бұл тұста енді қазір Чехия азаматы, Чехия спортшысы жеңісті өз жалпы құрамына, өз әріптестеріне жеңіп беруге өте жақын. Себебі алғашқы қадам жасалынды, алғашқы қадам сәтті болды. Испаниялық бұл тұста ешбір дәл тигізе алмай жатқанда көріп отырмыз. Ал чехиялық міне дәл осылай соққыларын бағыттап жатқанда көрдік. Дәл тигізуге жақын сияқты. Ал бұл жерде енді соққылардың қайта-қайта бағытталып жатқан. Және Испанияда алғашқы пай, керемет. Испаниялықтар алға шықты. Және бірден дәл осы әріптестері қалай қолдап жатқанда көрдіңіздер. Испания дәл осы кездесуде бірден алда. Жаман емес. Испаниялықтар жалпы осы. Бұл 4-ші енді кезең деп айтатын болсақ, бірінші рет алдыға шығып тұр осы уақытқа дейін. Және 2-0. Испания керемет. Испания асық атушысы және бапкерінің де қалай қуанып тұрғанын, қалай қол шапалақтап тұрғанын да байқап отырмыз. Бұл жерде енді бапкер туралы айта кететін болсақ, Испанияның бапкері Нұрбаева Жанат, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай өзіміздің қазақ азаматы. Қазіргі таңда дәл осы Испания ұлттық құрамасының бапкері болып жүр. Ал енді бұл жерде чехиялықта дәл тегізді. 2-1 қылды есепті, және Чехияда тағы бір мүмкіндік бар 2-2 қылып теңестіруге. Ну, глядя, да, то, что уже 2-1 в пользу испанской команды в этой противостоянии. Ремонтада, да, есть же такой термин, который более в футболе применим, когда команда отыгрывается и возвращается, и одерживает победу. Раз у нас испанцы сейчас включились, что-то подобное вполне можем и увидеть. Пока что 2-1, но еще 4,5 минут, даже больше. И такое ощущение, что ребята пристрелялись, да, в первой части этой схватки. Но вот интересно, да, как эта ситуация будет давить на чешскую команду. То есть до этого мы видели, как она выигрывает, увеличивает свое преимущество. Здесь же приходится
чешским игрокам отыгрываться. И, ну, может, и ситуация немножко их поддавить. Нет, не поддавливает, совершенно спокойно. Спокойно они сравнивают счет, аплодисменты от соперника. И сейчас в укороченной дистанции будет еще возможность увеличить преимущество. Хороший шанс будет у чешской команды даже выйти вперед в счете. Все-таки тут не 6 метров, ну, почти что в 2 раза ближе было, но нет, не получилось выбить Асык. Но, тем не менее... Тем не менее, пока что у нас ничья, и 3,5 минуты, как чешская сборная-то добавила. Видимо, что активно чешский тренер тоже помогает, да, своему игроку. Подавая эмоции. Знаете, тоже мелочь, но тем не менее лишние метры не бежит. За Асыком мой игрок как-то бережет и дыхание, и силы. Нет, не получилось у испанского парня, хотя попытка была хорошая в данном случае, по высоте очень здорово. И, ну, выцеливает такой более, да, насыщенный Асыками сектор, левую вся часть. И тот, и другой игрок. Так, еще один Асык за пределами круга оказывается. Это камбэк чешской сборной. 0-2, 3-2 делает счет их спортсмен. И еще возможность у него есть увеличить преимущество. Но на таком подъеме, да, нет, не получилось. Так, теперь уже спасаться надо игрокам испанской команды. Вообще и у Испании в этом году в спорте, все летом особенно, все очень неплохо получается. Это касается и футбола, да, на разных самых уровнях. И, в принципе, на Булдонском теннисном турнире, который могли наблюдать зрители нашего телеканала в прямом эфире, тоже у Карлоса Алькараза все здорово получилось. Может быть, и здесь какой-то этот испанский порыв тоже будет поддержан. +1, но все-таки, знаете, уже не верится. Испанскую команду. Минута с небольшим остается. Ну, совсем уже неточные пошли эти атаки. Но здесь было поближе. Это хорошая вот попытка, согласись, от испанца. Очень был близок. Он, ну, чуть-чуть не получилось. Сам даже показывает, что совсем немного его отделило от того, чтобы выбить. Асык. Ешені 20 секунд уақыт қалды бұл жерде. Жалпы бұл ойынның тағдыры шешіліп кетуде әбден ғажап емес, себебі чехиялық есепті 4-2 қылды. Яғни Чехияны біз құттықтай берсек те болатын сияқты, себебі дәл осы жұптасқан ойында енді жалпы есепте 2-0 есебімен алға шыққан тұр. Дәл солай, міне астында көрсетіп тұр 2-0. Және бұл жұптада Чехия асық атушысы жеңімпаз болып шықты. Және дәл осы чехиялық азаматты, чехиялық асық атушыны бас төреші қолын көтеріп құттықтап жатқанда көрдіңіздер. Асықты испаниялық қайтадан өз орнына жеткізді. Ал жалпы енді чехиялық құрамасы бұл жұпта, жалпы бұл ойында деп айтайықшы, жұпта емесе 2-0 есебімен алды, бірақ үшінші жұптың арасындағы ойынды көретін боламыз.
және бізге дәл осы ойын алдындағы қызық сәттерді көрсетіп отыр. Қай спортшының сағаты алшысынан түсетін кәдірбетін боламыз. Жоқ, екі спортшында сағалар алшысынан түсір. Екі спортшыда бірдей болып бір әдірге. Үшірі сақайырылды, енді төртісінде бір жерде Чили Республикасы бастайтын болады. Үшінші жұп бұл жерде алдыға шықты. Бұл жұпты енді сіздерге таныстыра кетейік. Испаниялық спортшы бұл тұста Кампо Бласко Даниэль және де Ванек Ян. Дәл осы екі спортшы өзара жеңімпазды анықтауға таласатын болады. Ванек Ян, Бланко екеуінің арасында кім мықты екенін енді анықтап көретін болады. Жалпы есепте Чехия алда екенін білесіздер. Есеп 0-2. Осы уақытқа дейінгі екі чех спортшысы өздеріне керекті жеңісті жұлып алып берді. Ал бұл жерде 2-1 асыққа тиген екен, және бірақ десек те шеңберден шыға қойған жоқ. Ал енді жақын тұстан төрешінің дәлдеп, өлшеп, сызып берген жерінен соққы бағыттауға тырысады. Соққы бағытталды да, бірақ сәтсіз, себебі шеңберден шыққан жоқ. Сол үшін де асықтар өз орнына қайтадан оралады. Енді Испания спортшысында мүмкіндік қазір. Мүмкіндік, дәл осы мүмкіндікті қалай қолданатында көрдік. Сәтсіз болды. Ал чех спортшысы бұл жерде енді асықты тигізгенде көрдік, бір тигізіп үлгерді, бір асыққа емес, 2-1 асыққа дәл тигізді, бірақ соққының жылдамдығы, жалпы соққының бағытталуы аздап сәтсіз шықты. Сол үшін де бұл шеңберден шығамады. Бұл жерде енді өте бұл соққының жоғарғы кеткенде көріп отырсыздар. Жалпы бүгінгі Чехия тағы да алға шықты. Бүгін жоспарланған ойындар туралы айта кететін болсақ, 11 мен 12 орынға таласатын Грузия мен Румыния, 9-шы және 10-шы орынға Өзбекстан мен Түркия. Біз қазір тамашалап атқан 7-8 орынға талас ол әрине Испания мен Чехия республикасы, 5-6 орынға Монголия мен Россия, Ресей таласады, және 3-4 орынға Мажарстан, яғни Венгрия мен Тәжікстан таласса, ал финал сол сағат 4-те 1-ші және 2-ші орынға Қазақстан және Қырғызстан спортшылары таласатын болады. Тағы да естеріңізге бір сала кетейік. Дәл осы екі құрамның спортшылары қазіргі таңда 1-ші және 2-ші орында жалпы медаль санатында бөліп тұр. Қазақстан 48 жалпы медальмен, оның 21 алтын, 10 күміс, 17-сі қола 1-ші орында, ал Қырғызстан 23 медаль алған, оның 7-і алтын, 9-ы күміс және тағы да 7-і қола, яғни Қазақстан немесе Қырғызстан тағы да бір алтын алуға, немесе тағы да бір күмісті өз қанжығасына майлап тұрғанда білеміз, бірақ кім қайсын жеңетінде көру бізге қызықты және маңызды болып тұр. Есеп әлі де болса чехиялықтардың пайдасына. Чех спортшысы бұл жерде бір асықты дәл жұлып түсіргенде көрдік. Ал испаниялықтар әлі де болса дәл тигізе алмай жатыр. Испаниялықтар қазірде болса көзде алмай жатқанда көріп отырмыз.
Және соққылар бағытталып жатыр, толассыз соққылар. Бұл кездесудің алғашқы жұптың кездесуінің аяқталуына да 2 минут 45 секунд қалды. Жақын болған дәл тигізуге. Және бір байқап отырсаңыздар, Чехияның біз осы дәл құрамдағы ойыншыларды таныстырған кезде бапкерлер таныстырған жоқ едік. Неге десеңіздерде, жалпы бұл құрамның бапкері жоқ екенде көріп отырсыздар. Себебі осыған дейін асық-атқан спортшылар, асық-атқан қатысушылар сол бапкердің орнына келіп отырып, бір-біріне енді өзінің ақыл кеңесін айтып жатқанда көріп отырмыз. Ал Испанияның бапкерін тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Жанат Нұрбаева. Жанат бастаған жігіттер қазіргі таңда енді өкінішке қарай керемет нәтиже көрсетіп жатқан жоқ. Ал бұл жерде енді чехиялық спортшы тағы бір асықта жұлып түсірді. Енді жақын тұстан соққы бағыттап есепті 0-3 қылуға мүмкіндігі бар, бірақ сәтсіз. Есеп енді сол 2-0 есебімен қалады. Чехияда тағы да мүмкіндік бар. 1,5 минут қалды. Міне дәл осы ойындағы төрешілерді бізге көрсетіп жатыр. Төрешілер жалпы бұл ойында ойынның әділ өтуін, спортшылардың өз орнынан соққы бағыттауын барлығын қадағалап, бақылап тұрған көріп отырмыз. Біз айтқандай, бапкерлер бар дедік. Төрешілердің де жұмысын айтқан едік. Төрешілер дәл осы сәтте испаниялық спортшыға бір ескерту берген екен. Ал енді жалпы бұл кездесудің аяқталуына 40 секунд қалды. Чехия әлі де босалды. Ну, да, опять преимущество у Чехии. Ну и 30 секунд до конца. Скажем так, очень-очень крайне маловероятно, что получится у испанцев отыграться. Ну, ладно, будет чем заняться, домашнюю работу проделать. Все-таки такая очень демократичная эта игра, достаточно очень древняя она, да, если погружаться там в историю, не 1000 лет. Асыкам. Бірінші кезең бойынша ойын аяқталды. 2-0 есебімен Чехия Республикасы жеңіске жетті. Так, ну, в первом раунде победа осталась за представителями Чехии. Посмотрим, что второй раунд этого противостояния нам подарит. Если пробежаться, да, у нас по регламенту, ну, по календарю соревнований сегодняшнего дня, параллельно там проходила схватка между Грузией и Румынией. 11-12 места они оспаривали, 9-10 места Узбекистан и Турция будут между собой определять, 5-6 места Монголия и Россия, 3-4 Венгрия против Таджикистана. И 1-2 места Казахстана против Кыргызстана. Ну, скажем так, чем ближе к более высоким местам, тем более результативные, конечно, будут поединки, потому что тут массовость, тут и еще с детства, да, просто огромное количество ребят пробовали, играли в асыки. И потом уже на таком более серьезном уровне, с более серьезной подготовкой даже
Если на составы команд взглянуть, под третьими номерами в своих сборных значатся и Ян Ванек у Чехии и Даниэль Кампой Бласко у Испании. Это наставница испанской команды Жанат Нурбаева в протоколе соревнований. Она. Ну, пока достаточно далеки от успеха оба спортсмена, если так оценивать, то разброс-то как в тире, да, если сравнивать. То в попаданиях очень большой диапазон. Ну и, честно говоря, Ян Ванек достаточно уже таким накушавшимся выглядит все-таки. Так, может быть, с одной стороны кажется, да, что несколько минут в таком темпе, но все-таки дети могут бесконечно практически носиться на протяжении целого дня. Но взрослые все-таки немножко и потяжелее. Ну и плюс темп, который сейчас в рамках соревнований он заставляет, да, немного, скажем так, поднаесться. Кстати, уже там Турция, Узбекистан, да, должны начать. Так, хорошая возможность для того, чтобы открыть счет в этом раунде. Сейчас с максимально близкой дистанции. Ну, неужели не попал? Да, возвращается Асак на исходное место. Не получилось выбить его из круга у игрока чешской сборной, к сожалению. Хорошая игрока от атака от игрока сборной Испании. 1-0. 1-0 и 3 минуты с половиной. Так, 2-0. 2 воспользовался этой возможностью испанский игрок. Ну и нет. Тут выбить не получилось. Давайте посмотрим, что там дальше будет. Так, есть атака от игрока из чешской сборной. Тут параллельно звучит команда. Және бұл жерден бағытталған соққысы сәтсіз қайтадан өз орнына оралды. Және испаниялықта тағы да бір мүмкіндік жасаған, дәл тигізді. Енді төреші барлығын есептеп, қай жерден соққы бағыттайтынын есептеп беріп, спортшыға көрсететін болады. Соққыны қай тұстан бағыттау қажет екенін соққыда бағытталды, бірақ испаниялық спортшы тым асығыстық танытып қойған сияқты, себебі дәл тигізе алмады. Есеп 2-0 дәл осы жұптың екінші кездесуінде. Алғашқы кездесуде чехиялық спортшы жеңіске жеткен болатын. 2-1 минут қалды. Бұл тұста енді керемет 3-0 испаниялық алғашқыды және жақын тұстан енді соққы бағыттауға мүмкіндік алады. Себебі дәл тигізгеннен соң өздеріңіз жалпы осы уақытқа шейін қарап отқандай, дәл осы жақын кілемнің шетінен соққы бағыттауға мүмкіндік
берілетінін асыққа тиді. Бірақ жеткіліксіз асық жайгіні өз орнынан құлап қалғанда көріп отырмыз. 3-0 есебімен Испания осылай Чехияны жеңіп жатыр. Испанияның бапкері тіпті Испанияның туын көкке көтеріп бір-екі рет желбіретіп жүргенде көрдік. Ал 1 минут қалған 15 секундтың ішінде бірдеңе өзгере қояды ма дегенге сеніміміз аз. Және 4-0. 4-0 испаниялық асық атушы бұл кезеңді сенімді түрде жеңіп кетуге жақын. Да, разбушевался испанский игрок. Видимо, это Даниэль Кампой Бласко. Уже 4 асака он выбил, больше, чем все другие испанские игроки до этого. Вместе взятые. Ну что, видимо, решающий игровой отрезок этой дуэли. Первый раунд остался за Чехией, второй раунд за испанцами, видимо. Даже гипотетически, да, за 30 секунд уже -4 не отыграть. Ну, почему бы не попробовать пристреляться этими последними попытками? Чуть-чуть, и 2-2. Видели, даже шернулся один из асаков, но, тем не менее, попадание не зафиксировано. Так, и счет у нас сравнивается в итоге, да, 1-1. 1-1, и как уже основательно поднаелся. Посмотрите на чешского игрока. Тоже как в боксе, да, впору ему в угол присесть, чтобы тренер его или товарищ по команде полотенцем обмахивал. Так, и решающий игровой отрезок у нас намечается. Ну, там, да, посмотрим, как разошелся испанец с концовки. Честно говоря, в этом локальном противостоянии он выглядит фаворитом. Ну, 2 первые матчевые встречи остались за чехами. Так, и кто у нас открывает счет? Видимо, чешский парень, потому что его броска мы не видели. Сейчас посмотрим, кто будет с более ближней дистанции, границы, находясь круга. Да, это игрок Чехии. Какая у него прекрасная возможность, которую он не использовал. Увеличить свое преимущество. Ну, посмотрим, как под этим давлением сейчас испанский парень будет действовать. Потому что, да, когда у него был перевес, он так здорово его развивал, отрывался в счете. А здесь, может быть, немножко уже другой момент. Ну, может быть, еще и чешский соперник-то. Раскачается. Как дизель. Туда, ближе к концовке этого противостояния. Ну, посвежее визуально, конечно, выглядит испанец. Но точнее оказывается его соперник. Так, здесь. Ну, не сказать, что как-то сильно упростилась задача у чешского игрока. Все-таки расстояние-то по-прежнему внушительное. Тяжело. Тем более, выцеливая один асык отдельно взятый, было ему выбить.
как-то совсем пропала, да, эта точность у испанская как-то очень кучно, так близко, да, он отправлял Асык в предыдущем раунде. Здесь ничего практически не получается. Ну и поближе, да, все-таки еще раз была очень хорошая такая рабочая попытка у чешского спортсмена. Да, очень близко каждый раз чеху. По этим броскам видно, что длину эту прочувствовал. Ну нет, про этот бросок так не скажешь, конечно. Ну и у испанцев совсем. Честно говоря, точность его покинула, куда-то уже даже за пределы круга Асык он отправляет. Так, задел один Асык, испанский игрок. Но опять же, повторюсь, тут тяжеловато ему, конечно, придется. Все-таки буквально на какие-то сантиметры он подвинулся, и при этом один взятый Асык выбить тяжело. Это будет ему провернуть, что в итоге у него не получилось. На самом деле, казахстанцев, бывших, нынешних, достаточно большая община в Испании проживает. Соревнования, когда там проходят по разным видам спорта в Испании, можно немало числа болельщиков наших спортсменов встретить. Так что, вполне возможно, там тоже посредством общины, диаспоры и есть возможность популяризации этого вида спорта. Ну, пока да, согласитесь, как будто уже усталость накопилась у обоих ребят. То есть и броски даже не то, что отталкиваясь от результата, да, всего 11 на 2 их выбили они за 2,5 минуты до конца этого отрезка игрового. Ну и точность-то атак просела. Так, 1-1. Только мы заговорили о том, что просела точность. Так, хорошая атака от испанского спортсмена. И плюс у него будет прекрасная возможность сейчас развить преимущество. Может быть, решающая атака. Нет. Хорошая она была, близкая, да, к тому, чтобы стать результативной. Но точности не хватило. Совсем чуть. Дәл солай. Және қазір енді ойыншылар аздап шаршап қалғанда көрініп тұр. Бұл жерде дәл сол Чехия спортшысы. Есеп 1-1. Жалпы бұл жұптың арасындағы есеп 1-1. Тең келе жатыр. Және дәл өсі қалған 1 минут 20 секундтың ішінде жеңісті жұлып кететін спортшы бар ма екен, соны да біз анықтағымыз келіп отыр. Естеріңізге тағы да сала кетейік. Бұл екі жұп 7-ші және 8-ші орында кім алатынын өзара шешеді. Жалпы Испанияда, Чехияда осы уақытқа дейін ешқандай да жүлде алмаған. Дәл осы 5-ші көшпенділер ойында дүниежүзілік және 7-ші орын дегенде енді білеміз, асық атумен дәл осы екі Европа құрлығының өкілдері үшін жаман емес нәтиже сияқты. Сол үшін де тамашалап көрейік. Кім енді сөздің тура және ауыспалы мағынасында да бұл жерде кімнің асығы алшысынан түсетінін
Байқап көрейік, соққылар бағытталып жатыр, бірақ жылдамдықтары дәл болып жатқан жоқ. 7 секунд уақыт, және Испанияда бір соққы болатында, Испания дәл осы сәтте дәл тигізсе, жеңісті жұлып өтуге болады. Чехияда бір мүмкіндік берілді. Уақытта аяқталған екен, Чехия дәл тигізе алмады. Ал енді жеңімпазды төрешілерді ақылдасып жатыр. Екі спортшыға да асығын алды. Екеуіне де бірін-бірін қабылдап, екеуіне де бір-біріне құрмет көрсетуінде сұрады. Және енді бүгінгі күннің жалпы жеңімпазында анықтайтын сәт келген сияқты. Төрешілердің өздері де бұл жерде ақылдасып жатыр. Қалай болатынын, не жасайтынын. Және қатар өтіп жатқан кілемде Өзбекстан мен Түркия елінің спортшылары да өзара күш сынасып жатқанда көрдік. Және төрешінің шешімі дайын. Овертайм бұл жерде қайтадан жаңаға екі жұптың арасындағы овертаймды көретін боламыз. Және төрешілерді аздап бұл жерден қателескенде көріп өтіміз, ештеңе етпейді. Жалпы жеңімпазды анықтауымыз қажет. Испаниялық немесе чехиялық осы екі жұпта жеңу керек. Овертайм 2 минут болады. Бар жоғы 2 минут бойына дәл осы екі жұп Испания алғашқы. Испания овертаймның алғашқы 10 секундында ақ есепте алғашқанын көріп отырмыз. Енді бұл есепті еселей алады мекен жоқ. Еселей алмады. 2-1 чехиялық азаматтың соққысының барлығы сәтсіз кетіп жатқанда көрдік. Ал испаниялық жақын болған дәл көздеуге. Және чех азаматы 2-2 есепте алды. Ашуға мүмкіндігі бар, себебі жақын тұстан енді бұл соққыны бағыттайтын болады. Бұл жұпта барлығы тең. Бұл жұпта екеуінің де күші ауқаты мергендігі бір екенде көріп отырмыз. 1 минут уақыт қалды. Чех азаматы аздап шаршап қалған. Уақыт созып жүргенде көрдік. Соққыларды тез жылдан бағытталмай жатқанда байқап отырмыз. Ал испаниялық азамат болатын болса, соққыларды тез бағыттап, арада бері зыр жүгіріп жүргенде көрдік. Және саналды бұл ұпай. Испания алғашқы 3-2. Және Испанияда тағы да бір мүмкіндік бар. Испаниялық азаматтардың қалай қуанып тұрғанда көрдіңіздер, бірақ жақын тұстан жасалынған соққысы сәтсіз. Және чехиялықта дәл тигізді. Енді мүмкіндігі бар, керемет. Может быть, стоит по 2 минуты давать этим ребятам, потому что гораздо точнее все получается, но нет. Не получилось в последний момент все-таки выбить этот осыку игрока чешской команды, и все. И здесь, получается, в этом овертайме победу вырывает его испанский оппонент. Ну, наверное, в итоговом-то противостоянии ничего это не изменится. Все-таки 2 дуэльные встречи выиграли чешские игроки. Но концовочка осталась за их оппонентами из Испании. Так, сейчас все должны будут выстроены у нас быть в этой дуэли. Испания одерживает победу, а в общем...
победа должна остаться за Чехией. Да, поздравляем мы чешскую команду. Ну и можно подводить, да, определенные итоги. Седьмое место у Чехии, таким образом, получается. 8-е у команды Испании. Ну и вот итоговая, да. Сейчас объявление победителей в этой дуэли будет. Сборная Чехии одержала победу 2-1. Ну, скажем так, есть работа, есть над чем работать и той, и другой команде. И на следующих семейных играх кочевников тоже ждем эти коллективы. Не буду надеяться, что там будет еще более хорошо готовая, уже амбициозная, нацеленная на медали. И в том и другом случае команда. Так, дальше, если посмотреть, что нас сегодня ожидает по расписанию. Ну, там параллельно Узбекистан и Турция играют. Это значит, что это значит, что у нас Монголия-Россия, видимо, сейчас свое дуэльное противостояние запустят. Дәл солай. Келесі кезекте 5-ші және 6-ші орынға талас Монголия мен Ресей құрамалары арасындағы ойыншылар 4-1 ойыншы алаңға қарай шығып келе жатқанын байқадыңыздар. Оның 3-еуі негізгі, ал 1 ойыншы қосалқы құрамда және асықтарды шашып жатқандай. Бұл жерде дәл осы сандыққа және міне ресейлік құрам шығып келе жатқанда көріп отырмыз. Бір таныстыра кететін болсақ, дәл осы спортшыларды жалпы бұл құрамдар арасында Монголияны таныстыра кетейік. Бас бапкері Қанат Жабайұлы. Бұл жерде енді ойыншылары Әділбек Елдос, Аманбек Ақеділ, Қадырхан Ақжол және де Бауыржан Жандос. Ал Ресейдің бас бапкері Розалия Кармалах. Ол бүгін Данила Вячеслав, Дмитрий Савинов, Кескил Михайлов және Данил Колесов сынды ойыншыларды алып келген екен. Және дәл осы Монголия мен Ресей арасындағы текетіресті тамашалайтын боламыз.
Төрешілер де ауысты бұл жерде. Okay, Russian athletes, please. Mongolia және Россия Сақа таңдау рәсімі де болып жатыр. Бірнеше сақаларды төреші көрсетті. Өздерінің сақаларын да алды. спортшыларға ерекше қысқаша түсіндіріп жатыр. Және енді Россия елінің табысты Және бірінші болып жарыста Ресей спортшысы бастайтынды көріп отырмыз. Монғолия мен Ресей арасындағы талас дәлесі асық ату жарысынан ал ресейлік бұл жерде дәл тигізгенде көріп отырмыз. Естеріңізге тағы да салайық, бұл жалпы ойын 5-ші және 6-шы орын үшін талас. Ресей бірден-ақ алғашқы соққысынан дәл тигізді. Монғолия азаматының соққы бағыттау әдісі өте ерекше екенде көріп отырмыз. Ал ресейлік асық атушы солаңға екен, сол қолымен соққыларды бағыттап отқанын көріп отырмыз. Ал монғол азамат соны бір нағыз аштықты шиіріп тұрып ұратында, айналдырып тұрып кәдімгідей соққын бағыттап жатқанда көріп отырмыз. Ал бұл жерде енді жалпы төрешіде дәл осы тұста тиктерде айтып отқандай, бұл екі жұптың арасындағы жеңімпаз 5-ші орынға ие болатынды айтып отыр. Қатар өтіп жатқан Түркия мен Өзбекстан арасындағы ойында көріп отырмыз. Ол жақта енді 9-шы және 10-шы орынға талас болып жатса, бұл жұптардан кейін тағы бір жұп қалады. Ол Мажарстан немесе Венгрия мен Тәжікстан арасындағы ойын 3-ші және 4-ші орынға таласатын болады. Және қола медаль үшін бұл енді медальға талас кезінде Мажарстанда қазір таңда жүлделер бар. 7 бірдей медаль, 1 алтын, 1 күміс және 5 қола бар екен білесіздер. Ал енді Тәжікстан осы уақытқа дейін 2 қола алып үлгерген екен. Сол 2 ақ медаль, екеуі де қола, яғни өздерінің қоржындарын тағы да бір қоламен толықтыруға мүмкіндіктері бар. Ал біздің ойынға оралатын болсақ, қазіргі таңда сол бір соққыдан кейін, сол бір нәтижелі соққыдан кейін әлі ешқандай нәтижелі соққының бағытталып жатқан көрген жоқпыз. Ал бұл жерде дәл тигізді монғолиялық спортшы. Және жақын арадан соққы бағыттауға мүмкіндік алды бұл соққысы. Сәтсіз. Ал ресейлік азаматтың соққысында теріс кетіп отқанын байқадық. Ал монғолиялықты көрдіңіздер, қалай дәл көздегенін. Және бірде-бір жақын тұстан соққы бағыттауға мүмкіндігі бар. Дәл көздеді көзбен. Міне, көріп тұрсыздар, көзбен қалай көздеп атқанын. Және дәл сол көздеу арқылы соққы бағыттады. Бұл соққы енді асықта орнынан жылжытқанымен сәтсіз. Себебі екінші соққыдан сен шеңберден шығарып тастау керексің. Ал бұл соққы шеңберден шыға қойғаның жоқ. Кезекті соққы сәтсіз, есеп 1-1. Да, более результативно у нас получается это противостояние, но чем ближе к высоким местам, тем, конечно, более мастеровитые спортсмены по умолчанию. Интересная, конечно, техника броска у монгольского парня. Так, по одному осоку и 3 минуты, да, в наличии участников.
fans from Russia, from Mongolia. Ну нет, не получается, да. Все-таки как-то завязли на этой стадии по одному успешному броску участники. Okay, a second up. Кстати, что приятно тоже отметить, так это то, что вся сборная России как-то позаботилась, да, о единообразии формы. Видимо, что уже не первая дисциплина игровая, да, ну, такие стилистические костюмы у всех. И команда сборной России по асфальту тоже не исключение. Ну, мы ждем. Все-таки такое есть подозрение, что одна точно успешная атака, она словно вскроет это противостояние, как в игровых видах спорта, да, когда есть гол, заброшенная шайба и так далее, не могут долго отличиться соперники. Так и получилось это сделать. Команда из России под первым номером в составе значится Вячеслав Данилов. Что 2-1 и... Нет, не получилось увеличить свое преимущество представителя российской команды, но тем не менее, последний сейчас есть бросок у его оппонента, не получилось его реализовать. Тоже, наверное, принципиального значения не имеет. Получится ли атака точно? Нет. Все. Первый раунд завершился. В нем российская команда держит победу. Тут, кстати, разговаривали мы о форме сборной России, но у монголов тоже. С Олимпиады, да, их дизайн костюмов тоже вызывает немало восхищения. Это выделенные две буквы «Go». Словно «Go Монголия», да. «Алга Монголия», «Вперед Монголия». Так можно как-то, ну не совсем точно, но перевести. Она придерживается и в экипировке здесь. Монгольская команда на играх кочевников, на кепочках. Ребят, мы это видим. Так, ну и второй раунд стартовал. Және дәл осы тұста Монголия алға шығып үлгерген екен, бір асықта дәл көздеп. Монголиялық спортшы дәл осылай ерекше мәнерде соққы бағыттайтын. Бірақ жалпы есепте осы екі жұп арасындағы ойында есеп 1-0. Ресей азаматының пайдасына. Және 1-1. Ресейлік спортшы есепті теңестірді. Ал енді көрейік. Дәл осы жақын тұстан қалай соққы бағыттайтынын. Сәтсіз. Ал енді
Әрі қарай кездесуімізді тамашалаймыз. Тағы да бір айта кетейік, Моңғолия осы уақытқа дейін 9 бірдей медаль иеленіп үлгерген екен. Оның 3-і күміс, 6-ы қола болса, ал Ресей және Моңғолия 11-ші орында тоқтаған. Ал Ресей болатын болса 4-ші орында 4 бірдей алтын, 4 күміс, 13 қола, жалпы алған кезде 21 медальға иелік еткен. Бұл елдің азаматтары. Ал осы бір сәтте 3-ші асықты дәл жұлып түсірді моңғолиялық спортшы. Жақын тұстан көрдіңіздер, қалай дәл көздеп тұрып жұлып түсіргенін. Енді жігіттер өз соққыларын бірінің артынан бірінде жалғап жатқанды көріп отырмыз. Және ресейлік азаматты дәл көздеді. 3-2 жақынан соққы бағыттауға мүмкіндігі бар енді қазіргі сәтте. Ал көрейік, ресейлік спортшы бұл мүмкіндігін қалай қолданады екен. Сәтсіз. Жақын тұстан жалпы мүмкіндіктерді қолдану спортшыларға аздап қиынға соғып жатқанда көріп отырмыз. Себебі алыстан соққы бағыттап үйреніп қалғандай көрінеді. Жалпы спортшылардың барлығы. Үш минут қалды. 3 минут уақыт. Моңғолия азаматының соққысы сәтсіз. Спортшылар жалпы алма-кезек соққыларын жасап жатқанда көріп отырмыз. Өз мүмкіндіктерін барынша қолдануға тырысып жатыр. Ал енді Ресей бұл жерде 2 бірдей асыққа дәл тигізді. Және дәл осы асықты енді қазір шеңберден шығарып жіберуге де тырысады, бірақ сәтсіз. Тигізе алмады. Екі асықта өз орнына қайтадан оралды. 2 минут уақыт қалды. Есеп болса 3-2. Және кезекті соққы сәтсіз. Ойын аяқталды. 2 кезең нәтижесі бойынша жеңіске Өзбекстан Республикасы жетті. Қошеметтер құрметті жанкүйерлер. 2-0 есебімен Өзбекстан Республикасы жетті. Okay, congratulations for Uzbekistan is the Қатар өтіп жатқан ойында Өзбекстан 2-0 есебімен алға шыққанда көрдіңіздер. Бұл жерде енді бір арнайы жұптың арасындағы ойын сияқты. Және өте есепке алған екен. Есеп 3-3 олай болса санаған екен. Енді жақын тұстан ресейлік спортшының соққы бағыттауға мүмкіндігі бар. Бұл ұпай саналмайды, тигенімен бірден шеңберден шығарып бастау керек. 3-3 енді бұл жерде. 3-3 моңғолиялық спортшының дәлдігі. Нашарлап кеткенде көріп отырмыз, себебі оның бағыттаған соққылары тиіп жатқан жоқ. Бұл жолы тиді, бірақ жеткіліксіз.
Қайтадан бір жақын жерден төреші белгілеп берген тұстан соққы бағыттауға, ал енді ресейлік спортшы жауабында көрдік. Оның жауабы екі асыққа да тигізді, бірақ тек қана орнынан ғана жылжып қоя берді асықтар. 10 секунд уақыт, дәл осы жерде бір соққымен ойынның нәтижесін шешіп кетуге де болады. Қазіргі таңда енді екінші кездесуде есеп 3-3. Және бізге 2-0 деп көрсетіп тұр. 2 минут уақыт қосылды. 3-3, ешқандай да қазіргі таңда 2-0 емес, жалпы есепте 1-0. Дәл осы екінші кезеңде есеп 3-3. Ал енді қазір қарап көретін боламыз. Дәл осы 2 минут. Овертаймда қалай болатын? 7 минут деп көрсетіп тұр. Бұл жерде негізінде 2 минут. Себебі овертайм 2 минутқа жалғаспау керек. 7 минутқа десек, көрейік жалпы. Таблоға қарамай өзіміз санақ жүргізе бергенде дұрыс сияқты бұл жерде. Соққы бағытталды, моңғолиялық дәл тигізді, бірақ шеңберден шығарып үлгерген жоқ. Сол үшін енді төреші есептеп берген тұстан тағы да соққы жасауы керек. Ал бұл соққы өте сәтсіз. Бұл соққы сәтсіз, асық, яғни сақа, дәл осы кілемге тигеннен кейін өте алысқа шығып кеткенді байқадыңыздар. Асық емес, сақаның. Сол үшін де бұл жерде нәтижелі ұпай саналмады. Уақыт аяқталды, біз айтқандай бұл жерде енді 2 минут болған. Енді қателеспесек, спортшылар дәл сол шеңбердің жанынан 3-3 бірдей соққы жасайды. Сол 3-3 соққының соққыдан енді кім көп асыққа тигізеді, сол спортшы жеңімпаз болып шығатынында айтқымыз келіп отыр. Міне төреші дәл сол шеңберді туралап барлығын дайындап бергенде көріп отырмыз. Бұл жерде ресейлік, жалпы моңғолиялық дегенімізбен барлық өздеріміздің қандастарымыз екенде көрініп отыр. Өздеріміздің қара көздеріміз екенде тіпті есімдерінде атап берген болатынбыз сіздерге. Ал бұл тұста Mongolia and Russia team, please welcome to the second area. Ресейлік спортшы бұл жерде дәл тигізді. Және жалпы есепте өзінің құрамын алдыға шығаруға жақын. Ал бұл жерде екінші қатысушыларды да шақырып тұр. Моңғолиялық және ресейлік спортшыларды.
екінші кілемге шақырып жатыр екен. Яғни бұл ойынмен қатар ол ойын жалғасы керек. Ойын аяқталды. 2-де 0 есебімен Бұл жерде ресейлік спортшы жеңіске жетті. Және өздеріне өте маңызды ұпайды да алып берді. Есеп 1-0 қазіргі таңда ресейліктердің пайдасына. Және алғашқы жұптағы жеңімпаз ресей спортшысы. Ал енді біз екінші жұптың ойынын тамашалайтын боламыз. Және ол жақта да нәтижемен бірге көрісіп бөлісетін боламыз. Салатып болады. Венгрия және Тәжікстан. Алаңдағы төреші Бектенов Ғалинұр Қазақстан ұлттық дәрежедегі